Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай рецепт және өте қытырлақ, дәмді болып шығатын хворостың рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен жұмыртқамызға шым-шым тұз, сосын қант салып, ұн қосып, жақсылап қамыр елейміз, қолға жабыспайтын. Қамырымызды илеп болғасын 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Осылай бетін жауып, біраз уақыт өткеннен кейін осылай қамырымызды жұқа етіп жаятын боламыз. Жайып алдық. Осындай міне үлкен бір күлше шықты. Осының ортасынан екіге бөлеміз. Мен екі түрлі формада жасап көрсететін боламын хворосты. Біреуін осылай ұзынша етіп кесіп аламыз. Ұзынша кесілген хворостымызды осылай төртбұрышты етіп кесетін боламыз. Видеодағыдай бәрі түсінікті деп ойлаймын. Төртбұрышты болған форманы осылай кесеміз видеодағыдай. Барлығын кесіп алдық. Енді осындай бір-бірінің үстіне жабыстырамыз. Егер қамырыңыз кеуіп жабыспай жатса, су жағып жіберсеңіздер болады. Осылай мен 4 қатардан қойып шықтым. Енді қуырамыз. Қызып тұрған майымызға осындай ағаштың көмегімен қуырып аламыз. Екі жағын қызарғанша. Бұл бізде хворостың бірінші түрі дайын болды. Мен енді екінші түрін жасап көрсетемін. Екінші жарты қамырымызды осылай ұзынша етіп турап қойдым. Енді осыны қуыру үшін мен мынандай вилка сияқтының көмегімен орап қуырамыз. Қараңыздар достар, менде осындай әдемі розочка хворост пайда болды. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Өте қытырлақ, дәмді болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айзада ас болсын. Менің каналыма тіркеліңіздер.